Қайырлы күн достар, сіздермен Аяржан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен балықты қызартып, жұмсақ қуырудың құпиясымен бөлісетін боламын. Алдымен тазаланған балығымызды кесіп алатын боламыз. Өзімізге қорғанға ыңғайлы етіп кесіп аламыз. Алдын ала қабыршақтары, сыртындағы ішек қарны тазаланған болатын. Осылай бөліктерге бөліп аламыз. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жеңіл, оңай рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Барлығын бөліп, таза суға жуып алып келдік. Енді тұз салып, азғана тұз салып, жақсылап араластырып, бетін салафанмен 30 минутқа жауып қоятын боламыз, тұзы жақсы сіңуі үшін. Енді балығымызды қуыратын клярын дайындаймыз. Бұламық десек те болады. Суға жұмыртқаны салып, ұн салып, жақсылап араластырамыз. Мөлшерін описание бөлімінен көре аласыздар. Жақсылап араластырып, бір келге етіп вилканың көмегімен араластырамыз. Қызып тұрған майымызға, бұламығымызға балығымызды батырып алып, қуырып алатын боламыз. Орташа отта екі жағын қызартып, жақсылап қуырып аламыз. Осылайша барлығын қуырып аламыз. Мінекей қып-қызыл, жұмсақ, дәмді балығымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын.